Итальян тілін үйреніп бастап жатқандарға сәлем, менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз итальян тілінде рахмет айтудың бірнеше жолдарын үйренетін боламыз, және рахметке қалай жауап беруге үйренеміз. Сіз үшін қызықты болатынына сенімдімін. Дайын болсаңдар, кеттік. Итальянша рахмет дегеніміз грация. Грацияның тек ақ өзін айтпай, стилистикалық бояу беру үшін қасына әдемі сөздер қосуға болады. Мысалы, көп рахмет, көп рахмет, көптен көп рахмет, шын жүректен рахмет, шексіз рахмет, мыңда бір рахмет. Көп рахмет дегеніміз итальянша molte grazie. Molte grazie per il regalo. Сыйлыңызға көп рахмет. Grazie tante. Көптеген көп рахмет. Grazie mille немесе mille grazie. Мыңда бір рахмет. Mille дегеніміз мың деген сөз. Grazie mille per il tuo aiuto. Көмектескеніңе мыңда бір рахмет. Grazie di cuore. Шын жүректен рахмет. Grazie di cuore a tutti. Бәріңізге шын жүректен рахмет. Grazie infinite. Шексіз рахмет. Grazie per l'attenzione. Назарыңызға рахмет. Ал енді рахмет айтқан кезде қалай жауап беруіміз керек? Ең танымал варианты prego. Оқасы жоқ. Былай да айтуға да болады. Figurati. Рахмет айтудың қажеті жоқ. Di niente. Ештеңе етпейді. Non c'è problema. Проблема жоқ. Non c'è di che. Рахмет айтудың қажеті жоқ. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Егерде сізге бұл сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Егерде сіз менің каналыма жаңадан қосылсаңыз, алдағы шығатын қызықты және пайдалы сабақтардан құр қалмай, менің каналыма тіркеліңіз. Бәріңізге рахмет. Чао-чао.